Бүгін қандай күн? 28 наурыз ба? Маған бүгін бірден келетін еді ғой. Осы сат келу керек болды маған. Достар, бүгін біз дейтін Темудан келген заттарға распаковка жасайтын боламыз. Шыны керек, достар, мен білмеймін не заказ бергенімді. Достар, мен бір қызықты челлендж жасадым. Мен досыма $150 берген болатынмын. Айтқан болатынмын. Кез келген затты заказ бер деп. Қазір енді көретін боламыз, досым $150-ға не заказ берген. Маған керекті затты заказ берген шығар деген ойдамын. Менде, достар, мынандай бір резак бар, осымен қазір кесетін боламыз. Достар, егер де сіздерде өйстіп Темудан заказ бергілерін келсе, онда тыңдаңыздар. Дәл қазір Тему приложениясын менің сілтемемен жазып алсаңыздар, сіздер 40 000 теңге көлемінде купон аласыз. Осы менің промокодымды поисковикке теріп, 40 000 теңгеге дейін жеңілдік алыңыз. Достар, бұл өтірік емес, шынымен осы промокодты өздеріңіз теріп, тексеріп көрсеңіздер болады. Қызық болып тұр, достар, не бар екен ішінде? Алиш не заказ бергенін қазір көреміз. Так, хоп, деп ашамыз. Ашамыз осылай. Вау, мұнда бірнеше заттар ғой. Давайте көрейік, ал бір-бірлеп шығарып бастаймыз. Достар, распаковка маған ұнайды, достар, распаковка істеген. Әрқашанда, достар, осындай бір обзорчик болғым келген, осындай бір заттарды ашып сіздерге көрсетіп, қазір енді сондай мүмкіндік бар менде. Кеттік, ал надан бастайықшы, не мынау, бір үлкен бір қымбат нәрсеге ұқсайды мынау. Қазір бірге алып көрейік, ал. Опа, не мынау? Вау, мынау дейтін, достар, геймпад емес пе? Қараңыздар, мынау дейтін геймпад қой. Как раз, достар, маған осындай геймпад керек болып жатыр еді. Жақында, достар, мен Elden Ring ойнап бастадым, и соған мен ойымша мына геймпад как раз сияқты. Ал ашып көрейік мынаны. Өйстіп әдемі ашылады екен бұл. Опа. Так, мынау бізге керек емес. Мамба дейді. Бүйтіп ашамыз қазір. Бізде мынандай заттар ішінде. Міне геймпадтың өзі. Чё там? Ал ашамыз. Достар, доставкамен келетқанда сынып қалмау үшін мынандай бір подушкалар қойып тастапты. Өте керемет. Ал көрейік, ал ойнап. Мұнда экранчик бар, қараңыздар. Қалай қосады екен мынаны? Мұнда док станция бар екен, қараңыздар. Мына зарядтайтын өзінің док станциясы бар екен. Четко. Мынандай сосын USB бар екен. Көру керек, достар, қазір алдағы уақытта бір ойындар ойнап көретін боламыз осы геймпадпен. Контроллер ма, геймпад па, джойстик па, қалай айтады, достар, білмеймін. Менің досымда сол Алиште PS5 бар, достар, PlayStation 5. Мен әрқашанда оның геймпадын алып кете беремін, енді сол алып кетпес үшін енді маған осындай геймпад алған шығар ол. Уже базар жоқ, әдемі негізі. Мына экранчигін қосқым келіп тұр, достар, қазір көреміз. Достар, контроллер мен Last of Us 2 ойнап көрдім, и шыны керек, контроллер өте керемет жұмыс жасайды. Вибрация барлығы керемет сезіледі. Достар, Инстаграмда мен осы контроллер туралы видео шығардым. Сол видеода осы контроллер туралы бүкіл ақпараттарды біле аласыздар. Товарға мен 9-дан 10 беремін. Маған қатты ұнады. Жақсы, әзірше бұны мына жерге қоя тұрамыз и келесі товарға кеттік. Келесі бізде мынау. Мынау дейтін RGB подсветка сияқты ғой, да? Қазір ашып көрейік. Хоп. Мынау дейтін, достар, RGB подсветка. Қазір жинап көреміз. Мында салатын шығар. Мынау RGB-дің өзі. Мынандай лампа екен. Мынандай пульт бар екен. Ал салып көреміз, ал. Хоп. Әдемі сияқты, да? Мынаны қалай жанатын қазір көру керек. Мен мынаны жағып көру керекпін, достар. Ал міне жақтым, чатам. Қандай түстер бар мұнда? Мұнда батарейка керек екен. Батарея табылды. Ал саламыз. Оқытаймыз пультімізді. Болды, енді басқа түстерге қоюға болады шығар. Мысалы жасыл. Достар, енді менде фонда осындай керемет RGB подсветкілер болады. Жалпы білесіздер ғой, менде онсыз да болды RGB подсветкілер видеоларында. Бірақ соңғы кездері мен RGB подсветкам дұрыс жақпайтын болып кетті. Білмей, өзіме-өзі сынып қалды. Міне енді жанасы бар. Достар, бұл товарға мен 8-ден 10 балл беремін. Келесі бізде не мынау? Осындай бір коробка. Не екенін түсініп тұрған жоқпын. Ал бірге ашамыз бұны. Мен, достар, эстетично ашпаймын, есече. Мынау не? Бұл наушник па? Мынау наушник қой. Так, наушник, достар, қатысы жоқ. Вау, наушник. Мини наушниктер не мынау? Чё за мини наушниктер мынау? Қалай кетті мына? Бұлай ие мына, қалай кетті? Мынандай наушниктерді, достар, мен бірінші рет көріп тұрмын. Әшер маған прикол ұстаған сияқты ғой, не мынау? Так, давайте киіп көрейік, ал. Так, осылай кие ма? Қалай кетті мына? Қалай киетін, достар, білмеймін. Осылай кие ма? Бұлай кие ма? Бұлай. Мынаны қосып көру керек енді. Музыка қосып көріп жатырмын. Качествосы, достар, енді AirPods Marshall емес, но бірақ, достар, бұлай үйге киіп тастауға, далада жұмыс жасап жатқан кезде бұлай кисеңіздер, жалпы ыңғайлы сияқты тұратын. И бұлай қызық тұрады, негізі, достар, кішкене бір необычный наушниктер сияқты да, бұлай үйге киіп тастауға болады, бұлай. Тренировкаға киіп тастасаңыздар болады, жалпы, жоқ, жаман емес бұл продукт. Давайте, достар, бір 6-тан 10 берем. Жақсы, пойдет. Келесі товар өзі қызық болайын деп тұрған сияқты.
мынандай товар. Келесі достар бізде камера. Бұл товарды енді мен әлішке айтқан болатынмын. Ішіне бір камера қосып жүре аласың ба? Бір прикольный бір кішкентай камера керек еді маған достар. Андай білмеймін, маған ұнайды достар камералар. Мен вообще негізі камералардың фанатымын ғой достар мен. Камералар ұнатамын. Менде достар неше түрлі камералар болды. Canon, Sony, цифровой камералар болды андай кішкентай. И енді міне мындай камера бар менде. Білмеймін достар, маған фото түсірген, видео түсірген ұнайды. Сол себепті осындай камера. Ашамын сал. Такой кішкентай камера. Жақсы, сынып қалмаған шығар деген ойдамын мынау. Йоу, не ма микрочелик. Микрокамерадан қалтаңа сал болсам болады, өйстіп қалтаңа бұны слежкаға қолдануға болады, өйстіп катасында. Өйстіп катасын, өйстіп тығылып түсіресің ғой бұмен. Мына жерге бүйтіп соқ. Мына жерге істейіп кетеді мына камера. Қараңыздаршы, түрі андай ретро стиль, эстетика ғой түрі. Қосамын сал. Есіңіздер ме дауысын? Экранчикті жауып тастапты өйстіп. Мойынға тағып алу үшін мынандай бір цеп берген екен. Керемет, қазір цеп киеміз. Қосылды, қараңыздар, мынандай бір экранчик бар, мына экранчикпен барлығы көрінеді кәдімгі. Мында карт памяти керек екен, достар. Менде карт памяти жоқ қой. Маған кішкентай карт памяти сатып алу керек, и содан кейін көретін боламыз качествосын. Өйтіп қарауға да болады даже мына жерде. Видео түсіруге болады, фото түсіруге болады. Диктофон бар екен. Бірнеше режимдер бар мында. Базар жоқ, көру керек алдағы уақытта. Бүйтіп тағып аламыз. И содан кейін бүйтіп оп деп камераны бүйтіп алып жүрсеңіздер болады. Имбазат сияқты достар, маған ұнап тұр. Достар, камераның сапасы қалай? Видео түсіріп жатырмын. Видео осындай, дауысы осындай. Я білем, бұл достар сіздерге профессиональный камера емес, бірақ жалпы мен ойымша видео түсіруге болады деп ойлаймын. Келесі бізде тағы да бір коробка, не екенін білмеймін. Давайте тезірек ашайық. Хоп, ашамыз. Хоп. Ну не тағы да. Түсінсем бұйырмасын не мынау? Достар, мынау дейтін андай шанс оратын бір нәрсе ғой, мынау шанс оратын. Қараңыздар, вентилятор бар мынандай. Мына жерде бір кнопка тұр, бәлкім соны басатын емес пе? Так. Вау! Фет, достар, шашымызды. Достар, менде клавиатура бар. Бәлкім соны тазалап көреміз. Бүйтіп клавиатураны тазалайтын нәрсе ғой бұл. Керемет достар, как раз компьютерді осымен тазалаймын енді. Шамдарды бүйтіп алып тастасаңыздар болады. Міне қараңыздар, қаншама шамдарды ұшырып жатыр. Басыңызға фен сияқты қолдансаңыздар болады. Қараңыздар, одан да мықты болып кетті. Мынаны оқып қоямын. Достар, мына шамдарды көріп тұрсыздар ме? Шам дейтін толып тұр. Қазір соның бәрін соратын боламыз. Так. Бұл товарға достар мен 10-нан 10 берем. Келесі бізде, так, мынандай бір товар екен. Мен түсініп жатырмын не екенін, уже фотосынан көрініп тұр ғой. Мынау декорация емес пе фонға? Как раз достар, маған мына стеллажға жаңа заттар керек тағы да. Фонда тұратын нәрсе достар. Ашамыз, аламыз, аккуратно. Мынаны олсақ, аламыз ал. Не мынау? Ағаш какой-то. Мынаны бүйтіп ашу керек қонда. Міне қараңыздар. Міне ашылып жатыр бұл. Че там сакура ма? Ағашқа бірдеңеге ұқсай ма ну? Бір азиатский ағашқа ұқсай ма? Подставкасына саламыз. Салдым ал. Қосамыз па? Әдемі. Түнде мынау әдемі болып тұрады достар фонда. Түнде меніңше бұл керемет болып тұрады. Лютый вайп қой ну. Мен айтпақшы баға берген кетті ғой. Наға мен достар жеті берем достар. Все-таки свет кішке жетпей жатыр екен. Свет кішкене қаттырақ болған қалап тұрмын. Свет кішкене ондай қатты көрінбейді екен камераға, но мына камера көріп тұрған шығар. Ал келесі зат алайық достар. Келесі зат бізде hard drive. Міне осындай нәрсе 500 гигабайт дейді. Походу, ну дейтін жесткий диск сияқты да соған қарағанда. Как раз достар маған жесткий диск керек деп айтып жүр едім әлішке. Заказ беріпті ғой. Хоп, ашамыз осылай. Жесткий диск қандай болатынын көрейік ал. Кодектан жесткий диск 500 гигабайтқа. Не үшін керек маған жесткий диск деп сұрап отқан шығарсыздар? Не үшін керек емес ол достар. Қазіргі заманда файлдардың гигабайттары өте үлкен. Мысалы мен YouTubeға видео түсіремін ғой. Әрбір видео достар кем дегенмен 5-6 гигабайттан. Мен олардың барлығын YouTubeға саламын, бірақ кейбір видеоларды достар мен өзім сақтаймын. Таза качествосында сақтаймын. И сол сақтау үшін маған осындай жесткий дисктер керек. Осы жесткий дискте мен өзімнің видеоларын сақтайтын боламын. Уже монтаждалған, рендерден өткен керемет качестводағы видеоларды осы жесткий дискқа сақтайтын боламын. Өйткені YouTube'тан жазып алатын болсан ол видеоны, качествосы дейтін достар исходниктегідей сияқты болмайды уже. Битрейттері түсіп кетеді, анау-мынау. В общем, достар, сіздерге ол қызық емес. В общем, жесткий диск болу керек. Әрбір креаторда, әрбір видеомен айналысатын адам мен түсінеді деп ойлаймын. Жесткий диск дейтін топ. Келесі бізде, так, не мынау, wireless keyboard дейді. Соған қарағанда бұл перне тақта сияқты ғой. Ал көреміз ал. Перне тақтаны ашамыз қазір.
Вау. Мына перне тақтаны қараңыздар. Әдемі ғой мынау кішкентай. Мына планшетке сияқты ғой да? Менің планшетіме перне тақта заказ берген ба? Қайда еді менің планшетім, қазір сұрақ білем. Достар, менде мындай iPad бар, и сол iPadқа мына перне тақта дейтін өте ыңғайлы. Міне достар, бізде планшет, міне бізде достар перне тақта, дейтін Bluetooth бойынша қосылады, кез келген жерде отырып алып, өйстіп сәлем деп жазсаңыздар болады. Міне достар деп өйстіп. Жоқ, әдемі достар, бұл тоже достар имбовый. Мен ойымша, бұған мен неше балл беремін? 8-ден 10 достар. Неге айтайын ба, өткен ана жерде бір андай смайликтер, бірнелер тұрса, вообще күшті болушы еді, андай бүйтіп. Эмодзи бірде таңдау болғанда вообще кайф болушы еді. 8-ден 10 достар, короче, эмоция бойынша 8-ден 10. Достар, мұнда тек қана бір зат қалыпты. Соңғы нәрсе бұл не мынау? Сумка ма? Не мынау? Сумкаға ұқсайды. Білмеймін, қазір көремін сал. Ашайық. Ал. Не мынау? Андай бір диск жинайтын бір сумкалерге ұқсайды. Ашамыз бір пеналға ұқсайды, достар. Үлкен бір пеналға ұқсайды. Ашам. Вау. Мынау дейтін, мынау мен түсінген сияқтымын. Мынау дейтін андай бір монета салып қоятын сондай бір нәрсе сияқты ғой, да? Коллекция жасайтын папка сияқты мынау. Я, достар, қараңыз, ана размері монетаға барады тек қана. Мен ойымша, бұны Алиш өзіне алған сияқты. Сол себепті Алишке береміз. Бізде достар Алиш андай бір монета жинаған жақсы көреді. Ода 15 шақты елдің монетасы бар. Білмеймін, сондай бір өзінің жинайтын бір хоббиі бар. Соған арнайы осы сумканы алған сияқты, сонда бір монеталарды салу үшін. Жалпы жаман емес достар. Келгесін оған берермін. Неше балл қоятынын білмеймін достар. Жалпы 8-ден 10. Ал все достар, распаковка осымен бітті. Осы товарлардың барлығы достар $150 тұрды мен үшін. Әлшер заказ берген болатын. Бұның барлығын мен әдейі өзім заказ бермедім. Әйтпесе өзім заказ беретін болсам, өзім таңдап өзім заказ беретін болсам, онда қызық болмайтын еді. Сол себепті Әлшерге бердім $150. Өзі алтта заказ берді неше түрлі заттарға. Жалпы $150 үшін мен ойымша бір керемет заттар алған сияқтымын. Сіздер де Темудан заказ бергілерін келсе, менің промокодымды қолдансаңыздар болады. Осы промокодты поисковикке теретін болсаңыздар, сіздер дейтін скидка аласыздар. Темудан заказ беретін болсаңыздар, заттарыңыз сол 1 апта мен 2 аптаның аралығында келіп қалады. Сол себепті мен ойымша тез сияқты. Заттардың бағалары білесіздер ғой, Темуда өте арзан. Сол себепті сіздерге ұсынамын. Сіздермен бірге болған Нұрлан қалам. Келесі видеода көрсетеміз. Достар, бүгін осындай распаковка видео болды. Білім сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын. Келесі видеода көрсетеміз. Достар, давайте. Сау болыңыздар.